Ассалаумағалейкум. Менің есімім Еспирем Рауан, мен Қазақстан Республикасының азаматымын және заңгермін. Мен қазір көтергім келіп тұрған мәселе мына мәселе. Қазақстан Республикасының аумағында соттардағы тіл мәселесі. Біз білетін сот тілінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіл, ол біздің қазақ тіліміз, басты тіл. Орыс тілі ресми. Және де мемлекеттік қызметке орналасатын қызметкерлердің барлығы да қазақ тілін міндетті түрде білуі керек. Енді бүгін мен Алматы қалалық сотына қоңырау шалсам, маған орысша жауап берді. Және де мен ол кісіге ескерттім. Мемлекеттік тілде сөйлеп тұрғанымды және жеке және заңды тұлғаның өтініштерін қарау тәртібі туралы заңға сілтеме жасадым және тіл туралы заңға. Соған байланысты маған қазақ тілінде жауап беруін сұрадым. Бірақ ол жауап бере алмады. Сөйтсем, анықтасам ұлты орыс екен. Қазір мен айтайын, қай телефонға хабарласқанымды. Мына жерде жоқ. 330-91-09 деген меруерттен кеңсе басшысы екен, сол телефонды берді маған. Жаңа қыз қосымша осы ненің видео жазбаның астына қалдырамыз телефондарын. Сөйтіп ол орыс екенін айтты, бірақ қазақ тілінде сөйлей алмады. Онда қанша жылдан бері ол қыз міндетті түрде Қазақстанда туды ғой. Қазақстанда туып, қазақ тілін білмеу ыңғайсыз және дұрыс емес деп есептеймін, және ол мемлекеттік қызметте қалай жүр, егер қазақ тілінде жауап бере алмайтын болса, заң талаптарына сәйкес. Яғни бұл жерде не мәселе болып тұр? Мен сотқа хабарласып тұрмын. Сот біз білетін әділет үйі, заңдардың былайша айтқанда эталонды түрінде орындалатын және бұзылмайтын орын. Менің былайша айтқанда осы жерде құқықтарым бұзылды. Тіл туралы заңда да бекітілген, конституцияда бекітілген және жеке және заңды тұлғаның өтініштерін қарау тәртібі туралы заңда бекітілген құқықтарым бұзылды. Оны сот қабырғасында отырған қыз бұзып отыр. Мұнан кейін енді жақсы деп, одан кейін хатшының нөмірін тауып алып, Алматы қалалық сотының. Сөйтіп мен сот отырысын неге болмай жатқанын анықтағым келген. Сөйтсем, сот отырысын болмай жатқан себебі ол кейінге қалдырды. Мен бүгін дайындалып сол сотқа қатысамыз деп ойлағанбыз. Ол кейінге қалып тұр. Себебі қатысатын бір судья алқалы түрде қаралады, ол апелляциялық сатыда осы қаралайын деп отқан. Орыс екен. Орыс, естідіңіздер ме? Неге десем, ол қазақша түсінбейді дейді. Ондай судья не қылып жүр тағы да сот қабырғасында қазақ тілін түсінбейтін болса. Сонымен бірге таң қалатын жайт, біздің қазақ тілді судьялар, қазақтар орыс тілді істерді қарайды, орысша жүргізетін істердің бәріне қатысады, ал орыстарға сонда тек қана орысша жазылған істерін ғана береді, орысша істерді ғана береді. Сонда бұл жерде дискриминация, қазақтардың тарапына қарай дискриминация жоқ емес пе? Тәуелсіздік алғанымызға қанша жыл болды біздің? 90 жылдан бастайық, егемендік алған кезімізден бастап. Қанша жыл өтті? Сол кезеңнен бастап бір адамның бір ғұмыр өтті, жас бір дәурен өтті. Сол аралықта қалай қазақ тілін үйрене алмай жүр оларға? Үлкен сын емес пе? Осындай өздеріне сынмен қарап, мінін түзете алмайтын адамдар сот қабырғасында қалай жүреді? Және де қазақ тілін білмейтін судьялар қалай сот болады? Бұл сұрақтар бізге түсініксіз. Осы сұрақтарға жауап алғымыз келеді. Сонымен бірге бізге бірнеше көптеген судьялардан естідік енді осы сот саласында жүргеннен кейін істерге қатысып. Жаңағыдан қатты қиналады. Қазақ тілі болса да, орыс тілі болса да бұлардың жүктемесіне қарамайды, әкеліп төге береді. Орыстарға, орыс ұлты орыстарға әкеліп тек қана орыс тілде тапсырылған істерді тапсырады. Сонда қазақ судья мен орыс судьяның айырмашылығы не? Неге оларды осылай жүктемемен үстеріне жүкті арта береміз? Менімше бұл жерде бұл мәселені шешу керек. Біздің сот билігінің корпусында мұндай құқық бұзушылықтарға, заң бұзушылықтарға немесе заңдардың орындалмауына жол берілмеу керек. Тіл туралы заңның қатаң орындалуын бақылау керек. Осылар назарға алып мәселені шешуді сұраймыз. Алматы қалалық бұл оқиға бүгін тек қана Алматы қалалық сотының қабырғасында емес, бүкіл Қазақстан аумағында көп кездеседі. Сондықтан сөздің тоқетерінде мынаны айтқымыз келеді. Біріншіден, сот қабырғасында қазақ тілінде қазақша жауап бере алмайтын қызметкерлердің болмауы, ол сот билігіне сын. Екіншіден, қазақ пен орыс судьяның тепе-теңдігін сақтамай шашатпауымыз керек. Және де бүгінгідей істер кейінге қалмау керек. Осы күнге дейін қазақ тілін үйренбеген соттарға үлкен сын, оларға сөгіс жариялану керек деп есептеймін. Сондықтан қазақ тіліміздің беделін көтеруіміз керек. Беделді біз қай жерден көтереміз? Әділдіктің үйінен бастап көтерейік. Егер әділдіктің үйінде осындай дүниелер орын алып жатқан жақта басқа қай жерден сұраймыз? Кімге барып шағым айтамыз? Кімге барып? Орман барып патшасына балтаң үстіне шағым айтқан екен.
сол кезде сабың сенің ағаш қой депті, балтаның шабы ағаш қой депті. Дәл сондай кейіпке келіп тұрмыз. Сондықтан айналайын ағайын, әділет үйіндегі әділетсіздіктерден құтылайық, қазақ тілі жасасын, қазақ тілінің беделін көтерейік. Сонымен бірге қазақ тілді судьяларымыздың мәртебесін көтерейік.